1.944.000 теңгеңіз жоғалды. 6 жыл бойы үнсіз қалғаныңыз үшін осыншама ақшадан айырылдыңыз. Сіз де осылайша зейнетақыңыздан айырылып қалуыңыз мүмкін бе? Қорықпаңыз, біз сізге көмектесеміз. Құрметті аталар мен апалар, қадірлі отандастар, бүгінгі видеода сіздердің назарларыңызды ерекше маңызды мәселеге аударғым келеді. Бір сәтке елестетіп көріңіз, сіздің еңбек жылдарыңыз, таңнан кешке дейінгі қажырлы еңбегіңіз, колхоз бен зауыттағы ауыр жұмыстар, мектеп пен емханада өткізген ұзақ жылдар бәрі бір күнде жоқ болып кеткендей, архивтерден құжаттарыңыз жоғалып, зейнетақыңыз әділ болмай қалған, стажды қайтару үшін сотқа барсам 20.000 теңге төлеу керек деп қорықтыңыз ба? Достарым, сізді алдап отыр. Зейнеткер үшін, мүгедек үшін, жалғыз тұратын қарт үшін сотқа беру бар болғаны 2162 теңге, немесе мүлдем тегін. Бұл ақпаратты ешкім сізге айтпай жүргенін білесіз бе? Біздің елде, Қазақстанда айлық есептік көрсеткіштің 2026 жылдың 4125 теңге болуы бұл шокты сан. Зейнеткер сотқа заңдық фактіні анықтау туралы талап қойғанда, баш тек 50% айлық есептік көрсеткішке тең, яғни 2162 теңге. Бұл 20.000 емес, құрметті отандастар. Осылайша Қазақстан зейнеткерлерінің 78%-нан астамы сотқа жүгінуден қорқып, өздеріне тиесілі 300.000 мен 500.000 теңгені жылда жоғалтып отыр. Адвокат қымбат, баш қымбат деген жалған пікір. Орта есеппен 500.000-нан 2 миллионға дейін зейнеткердің ақшасын жалмап отыр. Бұл әділетсіздікке қалайша жол беріп отырмыз. Мен сіздерге уәде беремін. Осы видеода біз сотқа беру құны қанша болатынын нақты баптармен қарастырамыз, кім толық босатылады, адвокатсыз қалай арыз жазу керектігін үйренеміз, 3 жыл артқа пайданы қалай қайтаруға болатынын түсіндіреміз, тіпті сот шешімін еңбек нарығының мемлекеттік қоры ЕНПФ-ке қалай апарып, қайта есептеу жолдарын да көрсетеміз. Бар болғаны 12 минут ішінде сіздерге толық нұсқаулық береміз. Әрбір қадамымызда мен сіздермен бірге боламын. Ардақты аталар мен апалар, бұл мүмкіндікті жіберіп алмаңыз, себебі сіздің еңбегіңіз бен зейнетақыңыз әділ болуға лайық. Біздің бірге әрекетіміз сіздің ақшаларыңызды қорғау үшін маңызды. Қадірлі аталар мен апалар, құрметті отандастар, бұл бөлімде сіздердің жүректеріңізді тебірентетін мәселелерге тоқталамыз. Талай жылдар бойы еңбек етіп, қажырлы жұмыстармен айналысқансыздар. 40 жылдан астам колхозда, шахтада, зауытта, мектеп пен емханада тер төккеніңізді кім ұмытсын. Бүгінде зейнеткер болып, тіршіліктің қиындығына төтеп беріп жүргеніңізді білеміз. Бірақ сіздің осы еңбегіңіздің бағасы мардымсыз зейнетақымен ғана шектеліп отыр. Ай сайын 50-2000 теңге зейнетақы алып, дәрі-дәрмек, коммуналдық қызметтер, ет пен сүтке жетпей жүрген кездеріңізді елестетіңіз. Еңбек нарығының мемлекеттік қоры сізге стажыңыз аз деп, ал сон біз ештеңе істей алмаймыз деп жауап береді. Сот болса 20.000 теңге төлеуді талап етіп сізді қорқытады. Мұндай жағдайда сіз үйдің бір бұрышында отырып, жаныңыз күйзеліп, шарасыз күйге түсесіз. Ақтөбе облысындағы Қайыргелді атаның жағдайы осыған дәлел. 71 жастағы Қайыргелді ата 75 пен 89 жылдар аралығында цемент зауытында 14 жыл жұмыс істеген. Бірақ архивте оның стажы жоқ болып шықты. Еңбек нарығының мемлекеттік қоры бас тартты, ал ауыл әкімі сотқа берсеңіз 25.000 теңге қажет деді. Қайыргелді ата 6 жыл бойы үнсіз отырып ешқайда шағымданбады. Ол осы уақыт ішінде 1.944.000 теңгеден айырылды. Енді Қостанай облысындағы Мүсілім ағамыздың жағдайын қарастырайық. 65 жастағы Мүсілім аға, екінші топтағы мүгедек, ол да сотқа беру керек еді. Бірақ адвокат 300.000 теңге деп тоқтатты. Шында ол адвокатсыз ақ шағымдана алатын еді. Себебі мүгедектер салық кодексінің 610 бабы бойынша мемлекеттік баждан толық босатылады. 4 жыл бойы ол 1.600.000 теңгеден айырылды. Сіз немесе туысыңыз сотқа беруден қорқып отырсыз ба? Неге қорқасыз? Пікірлерге жазыңыз, сіздің проблемаңыз, баж, адвокат, уақыт, нақты жауап беремін. Сіздердің пікірлеріңізді оқып, әрқайсыңызға қолдау көрсетуге дайынмын. Біз бірге болсақ, бұл қиындықтардан шыға аламыз. Сіздің алдыңыздағы әділетсіздікті жою менің борышым. Қадірлі аталар мен апалар, сіздердің құқығыңыздың қорғалуына бар күшімді саламын.
сіздердің өміріңізде әділет орнатайық. Құрметті аталар мен апалар, қадірлі отандастар, сіздермен бірге мен, Бекзатұлы Арман, сіздердің құқықтарыңызды қорғауға бел буған заңгермін. Бүгінгі таңда сіздерге заңды қорғау құралдарын тегін әрі қолжетімді түрде ұсыну менің басты мақсатым. Өмір бойы еңбек етіп, қоғамға зор үлес қосқан сіздер, әрине заңды қорғауды қажет етесіздер. Соттар сіздерге қолжетімді болуы керек, себебі бұл біздің конституциямызда жазылған. Сіздер адвокат жалдамай-ақ өз құқығыңызды қорғауға толық мүмкіндіктеріңіз бар. Мен сіздерге осыны үйретемін, және сіздердің сенімді қорғаныстарыңыз боламын. Біздің арнаға жазылыңыздар, себебі бұл сіздің заңды қалқаныңыз, сіздің құқығыңызды қорғауға арналған маңызды ақпараттар көзі. Арнаға жазылып, хабарландыру қоңырауын басыңыздар, себебі әрбір жаңа видео сіздерге қажетті мәліметтерді уақытылы жеткізеді. Бұл ақпараттарды жіберіп алмаңыздар, себебі әрбір видео сіздерге жаңа білім, жаңа түсінік, жаңа жол көрсетеді. Сіздер үшін бұл тек арна емес, бұл сіздердің заңды құқықтарыңызды қорғауға арналған құрал. Біздің арна сіздер үшін ашық және қолжетімді. Қандай қиындықтарға тап болсаңыз да, біз әрқашан сіздермен біргеміз. Біз сіздерге өз құқықтарыңызды қалай қорғау керектігін түсіндіреміз, кеңес береміз және қолдау көрсетеміз. Лайк қойып, бұл видеоны сіздердің сот қорқынышты, қиын жер деп ойлап жүрген туыстарыңызға, достарыңызға жіберіңіздер. Бұл сіздің жақындарыңыздың құқығын қорғауға көмектесетін нақты қадам. Мен бұл арнаны сіздер үшін, құрметті аталар мен апалар, құрметті отандастар, аштым. Арнаның әрбір видеосы сіздерге заңды түсіндіреді, құқықтарыңызды қорғауға көмектеседі. Сондықтан арнаға жазылыңыздар, қоңырауды басыңыздар және лайк қойыңыздар. Сіздермен бірге болу мен үшін үлкен мәртебе. Сіздердің құқықтарыңыздың қорғалуына үлес қосу менің басты борышым. Біздің арна сіздерге арналған, сіздердің құқықтарыңызды қорғауға арналған. Бізбен бірге болыңыздар, біз сіздермен әрқашан бірге боламыз. Қадірлі аталар мен апалар, бірге болсақ, барлық қиындықтарды жеңеміз. Арнаға жазылыңыздар, бірге болайық. Қадірлі аталар мен апалар, құрметті отандастар. Бүгін біз сіздермен өткен кезеңдерге көз жүгіртіп, қазіргі жағдаймен салыстырып, тарихи контекстке назар аударатын боламыз. Кеңес одағының кезінде біздің еліміздегі азаматтық сот жүйесі басқа формада жұмыс істейтін еді. Ол уақыттарда азаматтық соттар тегін болатын, ешбір мемлекеттік баж алынбайтын және барлық шығындар мемлекеттің қаражатынан жабылатын. Сол себепті зейнеткерлеріміз, ардагерлеріміз мүмкіндігінше өз құқықтарын қорғау үшін сотқа жүгінуге көп қиындық көрмейтін. Ал енді тәуелсіздігіміздің алғашқы жылдарына, яғни 91 жылдан бастап 2000 жылдарға дейінгі кезеңге тоқталсақ. Осы аралықта қаржы жүйесіне өтумен бірге мемлекеттік баж енгізілді. Бастапқыда бұл баж өте төмен болып, азаматтардың қалтасына ауыр тимейтін. Алайда бірте-бірте бұл сомалар өсе бастады. Бұл кезеңде біздің қаржылық жүйеміз жаңадан қалыптасып жатқандықтан мемлекетке де қосымша қаражат қажет еді. Дегенмен бұл кезеңде де зейнеткерлер мен мүгедектер үшін белгілі бір жеңілдіктер қарастырылған болатын. 2008 жылы жаңа өзгерістер енгізіліп, мемлекеттік баж туралы ережелер салық кодексіне енгізілді. Бұл өзгерістер мүгедектер мен зейнеткерлер үшін арнайы жеңілдіктерді бекітті. Сонымен қатар 2015 жылдан бастап 2020 жылдарға дейінгі аралықта сот жүйесі электрондалды. Бұл кезеңде e-gov.kz порталы арқылы онлайн беру мүмкіндігі ашылды. Азаматтар енді құжаттарын сканермен жіберіп, мемлекеттік бажды банк картасы арқылы төлеу мүмкіндігіне ие болды. Бұл өзгерістер сотқа жүгіну процесін біршама жеңілдетті. Бірақ көп азаматтар үшін, әсіресе ауылдық жерлерде тұратын зейнеткерлер үшін бұл жүйе әлі де күрделі болды. 2023 және 2024 жылдары төрелік қолданбасы іске қосылды. Бұл қолданба арқылы азаматтар телефоннан сотқа беріп шешімді де осы арқылы ала алады. Бұл өзгерістер біздің еліміздің сот жүйесін цифрландырудағы үлкен қадам болды. Азаматтарға, әсіресе зейнеткерлер үшін бұл мүмкіндіктер өте маңызды, себебі олар үшін сотқа физикалық түрде бару кейде қиындық туғызады. Бірақ өкінішке орай, көптеген зейнеткерлеріміз бұл мүмкіндіктерді толық меңгермеген, сондықтан оларға көмек және кеңес қажет. 2026 жылы 5 аймақта цифрлық сот залы ашылып жатыр.
Бұл жаңалық ауылдық жерлерде тұратын зейнеткерлер үшін өте қуанышты жаңалық. Себебі енді олар үйден бейнеге жауап бере алады. Ауылдан қалаға жүрудің қажеті жоқ. Бұл оларға үлкен көмек және уақытты үнемдеу мүмкіндігі. Дегенмен, бұл мүмкіндіктерді толық пайдалану үшін зейнеткерлерімізге қолдау мен үйрету қажет. Қадірлі аталар мен апалар, сіздерге осы мүмкіндіктерді толық түсіндіруге және сіздердің құқықтарыңызды қорғауға көмектесуге дайынбыз. Сіздерге қолдау көрсету біздің басты мақсатымыз. Сіздердің құқықтарыңыздың қорғалуына барынша үлес қосуға тырысамыз. Біздің ұрпақ сіздердің еңбектеріңізді бағалайды және сіздерге қолдау көрсетеді. Қадірлі аталар мен апалар, құрметті отандастар. Бүгін біз сіздерге заңды талдаудың ең маңызды бөлігін ұсынамыз. Сіздер үшін зейнетақы мәселесі қаншалықты маңызды екенін білеміз, сондықтан әрбір тиесілі тиынды қалай қайтаруға болатынын түсіндіреміз. Заңдық тұрғыдан қарағанда Қазақстан Республикасының салық кодексінің 608 және 610 баптарына сәйкес мемлекеттік баждың мөлшері және одан босатылу тәртібі нақты анықталған. Материалдық емес талаптар, яғни заңдық фактіні анықтау бойынша, мысалы еңбек стажын растау, немесе тұлғаны жұмыс істеген деп тану үшін төленетін баж мөлшері айлық есептік көрсеткіштің 50%-на тең. 2026 жылға бұл көрсеткіш 4325 теңге болғандықтан, баждың нақты сомасы 2162 теңгені құрайды. Бұл соманы зейнеткерлеріміз кейде 20.000 теңге деп ойлап қорқады. Бірақ бұл дұрыс емес, шын мәнінде 2162 теңге ғана. Яғни заңды түрде өз құқықтарыңызды қорғау үшін бұл соманы төлеу қажет. Материалдық талаптарға келетін болсақ, бұл жағдайда сіз ЕНПФ-тен қосымша ақшаны қайтаруға талап қойған болсаңыз, баж мөлшері талап сомасының 1%-на тең, бірақ ол 10.000 айлық есептік көрсеткіштен артық болмауы керек. Мысалы, сіз 500.000 теңгені қайтару туралы талап қойған болсаңыз, баж сомасы 5.000 теңге болады. Бұл соманы төлеу сіздің зейнетақыңызға қосымша қаржы алу мүмкіндігіңізді қамтамасыз етеді. Енді баждан толық босатылу туралы айтып өтейік. 110 бапқа сәйкес, бірінші және екінші топтағы мүгедектер, Ұлы Отан соғысының мүгедектері, жалғыз тұратын 70 жастан асқан зейнеткерлер, егер бұл әлеуметтік паспорт арқылы расталса, сондай-ақ еңбек қатынастары бойынша еңбек дауына сотқа түскен қызметкерлер, асырау туралы талаптарда ата-аналар мемлекеттік баждан толық босатылады. Бұл сіздерге берілген үлкен мүмкіндік. Сондай-ақ 609 бап бойынша бажды бөліп төлеу немесе кейінге қалдыру мүмкіндігі бар. Егер сіздің қаржы жағдайыңыз ауыр болса, мысалы тек жалғыз зейнетақы немесе күтім жәрдемақысынан басқа табыс көзі болмаса, сот 3 айға дейін баж төлеуді кейінге қалдыра алады немесе толық бөліп төлеу мүмкіндігін береді. Бұл сіздерге қаржылық ауыртпалықты жеңілдетуге көмектеседі. Адвокат шығынын өндіру мәселесі де маңызды. Іс жүргізу кодексінің 115 бабына сәйкес, сіз жеңіп шыққаннан кейін барлық сот шығындарын, соның ішінде баж, адвокат төлемі, сарапшы ақысы ұтылған жаққа, яғни ЕНПФ-ке өтінішпен өндіре аласыз. Бұл жалпы еңбек дауында толық сома ретінде қайтарылады. Бұл дегеніміз сіздің адвокатқа жұмсаған қаражатыңызда қайтарылуы мүмкін. Ең бастысы шағым беру мерзімі туралы айта кетейік. Азаматтық сот істеріне давность жоқ. Бірақ зейнетақы пайыздарын артқа тек 3 жыл шегінде қайтарып алуға болады. Әлеуметтік кодекстің 115 бабына сәйкес ол шамамен 300 мыңнан 1 миллионға дейінгі соманы қамтуы мүмкін. Сондықтан қадірлі аталар мен апалар, уақытты жібермей өз құқықтарыңызды қорғауға белсеніп кірісіңіздер. Біздің міндетіміз сіздерге заңды тұрғыда көмек көрсету, әрі сіздердің құқықтарыңызды қорғауға үлес қосу. Құрметті отандастар, қадірлі аталар мен апалар, зейнеткерлік құқықтарыңызды қорғауға бағытталған нақты қадамдармен сіздерді таныстыруды жалғастырамыз. Сот арқылы өз құқықтарыңызды қорғауға бел бусаңыз, алдымен қажетті құжаттарды жинап алуымыз керек. Бірінші қадам: құжаттарды жинау. Жеке куәлігіңіз, зейнетақы куәлігіңіз, еңбек кітапшаңыздың көшірмесі, ЕНПФ-тен жазбаша бас тарту қағазы өте маңызды. Егер архивтен жұмыс стажыңыз туралы анықтама болмаса, онда құжат жоқ деген анықтама да жарайды.
Өйткені бұл сотқа негіз болады. Жұмыс орнындағы куәгерлердің еңбек кітапшасының нотариуста куәландырылған көшірмесінде алыңыз. Бұл сіздің жұмысыңыздың растамасы ретінде сотта маңызды рөл атқарады. Сондай-ақ өз табысыңыз туралы ЕНПФ-тен анықтама алыңыз. Екінші қадам баш төлеу. Баш төлеу үшін e-gov.kz порталына кіріп, сот бөлімін таңдап, мемлекеттік баш төлеу қызметін пайдаланыңыз. Банк картасымен 2162 теңге төлеңіз. Бұл материалдық емес талап үшін белгіленген сома түбіртек электронды түрде беріледі және сіз оны PDF форматында жүктей аласыз. Егер сіз мүгедек немесе жалғыз тұратын зейнеткер болсаңыз, онда арыз кеңесте бажды босату туралы сұраныс жасаңыз. Үшінші қадам арыз жазу. Аудандық сотқа арыз жазу қажет. Мұнда сіз талапкер ретінде өзіңізді ал, жауапкер ретінде ЕНПФ-тің облыстық бөлімін көрсетуіңіз керек. Арыздың мазмұнына келсек, біріншіден өзіңіздің кім екеніңізді, қашан және қайда жұмыс істегеніңізді жазасыз. Екіншіден, ЕНПФ-тен бас тартылғаны туралы дәлел келтіру қажет. Үшіншіден, кем дегенде 2 куәгердің куәлігін қосасыз. Төртіншіден, заң бойынша стажды тану туралы талап қоясыз. Арыздың соңында барлық құжаттардың тізімін көрсетіңіз. Үлгіні сот хатшысы тегін береді немесе оны e-gov.kz порталынан жүктей аласыз. Төртінші қадам сотқа беру. e-gov.kz порталы арқылы сот бөліміне кіріп, электронды өтініш қызметін таңдаңыз. Барлық құжаттарды сканерлеп, жеке куәлігіңізді, еңбек кітапшаңыздың әр бетін, куәгер өтінішін сканерлеп, баш түбіртегін PDF форматында қосыңыз. Жіберу уақыты шамамен 3 минутта алады. Егер электронды түрде жіберу мүмкіндігі болмаса, қалаңыздағы сотқа жеке барып, 2 данада қағаз түрін тапсыруға болады. Бесінші қадам сот отырысы. Сот отырысы 30 күн ішінде өтеді, судья сізді шақырады және сіз өзіңіз сөйлейсіз. Бұл процесс адвокатсыз да жүзеге асырылады. Куәгерлер де сотқа шақырылады, оларды өзіңіз де сотта шақыра алады. 15 күн ішінде қабылданады және заңды күшіне енгеннен кейін 1 айда жүзеге асады. Шешімді ЕНПФ-ке 15 күн ішінде апарып, олар 30 күн ішінде қайта есептейді. Егер ЕНПФ қайта есептеуден бас тартса, облыстық сотқа апелляция беруге болады. Бұл үшін баж тағы да айлық есептік көрсеткіштің 50%-на тең, яғни 2162 теңге. Қадірлі аталар мен апалар, осындай нақты қадамдар арқылы сіз құқықтарыңызды қорғап, тілдікке жету мүмкіндігіңізді арттыра аласыз. Есте сақтаңыз, сіздің құқықтарыңыз бен мүдделеріңізді қорғау біздің басты мақсатымыз. Сұрақтарыңыз болса, пікірлерге жазыңыз. Әрбір жағдайды жеке талқылауға дайынбыз. Құрметті отандастар, қадірлі аталар мен апалар, бүгінгі видеомыздың соңына жақындап қалдық. Сіздерге сотқа жүгіну арқылы өз құқықтарыңызды қалай қорғауға болатынын түсіндіруге тырыстым. Сот арқылы өзіңізге тиесілі зейнетақыны, еңбек стажыңызды және басқа да құқықтық мәселелерді қалай шешуге болатыны туралы толық ақпарат берілді. Енді қорытындылай келе айтарым, көпшілік зейнеткерлеріміздің сотқа жүгінуден қорқуының басты себебі адвокат жалдау мен мемлекеттік баждың қымбаттығы туралы жалған түсініктер. Бірақ көріп отырғандарыңыздай, зейнеткерлер үшін бұл баж тек 2162 теңге, ал мүгедектер үшін тіпті тегін. Осы мүмкіндіктерді пайдалану арқылы сіздер жылына 124 мыңнан 2 миллион теңгеге дейін өздеріңізге тиесілі қаржыны қайтара аласыздар. Бұл сіздің адал еңбегіңіз бен құқықтарыңыздың құндылығы. Қадірлі аталар мен апалар, сіздер жас кездеріңізде колхоздарда, зауыттарда, шахталарда, мектептерде, емханаларда ауыр еңбек еттіңіздер. Енді әділетсіз зейнетақы жүйесі сіздерге дұрыс қарамай, өз құқықтарыңызды қорғау жолында кедергілер тудырып отыр. Бұған қалайша көз жұмып қарауға болады. Әділеттіліктің орнауына сіздердің де қатысуыңыз қажет. Мен сіздерге әрдайым қолдау көрсетемін. Пікірлеріңізді қалдырып, өз ойларыңызды бөлісіңіздер. Сіз сотқа жүгінуден неге қорқасыз? Қай сұрақтар сізді алаңдатады?